Тәсбих намазының оқылу үлгісі. Тәсбих намазы 4 ракат болып оқылады. Бұл намазда 300 мәрте мына тәсбих оқылады. Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха иллаллаху валлаху акбар. Бұл тәсбихтің намазда оқылу тәртібі мынадай. 15 рет Субханака дұғасынан кейін, Фатихадан бұрын, 10 рет қосымша сүреден кейін, 10 рет рукухта тұрғанда, 10 рет рукух пен сәжде арасындағы тұрыста, 10 рет бірінші сәждеде және 10 рет екі сәжде арасындағы отырыста, 10 рет екінші сәждеде. Барлық тәсбихтерді қосқан кезде бірінші ракатта 75 рет тәсбих оқылуы керек. Тәсбих намазын оқыр кезде ең бірінші ниет ету керек. Ниет еткен кезде Аллах Тағала разылығы үшін 4 ракат тәсбих намазын оқуға ниет еттім деп айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп ифтитах тәкбірі алынып, қол байланады. Ең бірінші әдеттегідей Субханака дұғасы оқылады. Содан соң 15 мәрте мына дұғаны айтады. Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха иллаллаху Аллаху акбар. Бұдан соң Ағузу биллахи минаш-шайтонир раджим және Бисмиллахир рахманир рахим оқылады. Кейін Фатиха сүресі оқылады. Фатиха сүресінен кейін қосымша сүре оқылып, кейін 10 рет мына тәсбих айтылады. Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха иллаллаху Аллаху акбар. Кейін рукуха барады. 3 рет Субхана раббил азим сөзін айтып болған соң 10 рет Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха иллаллаху Аллаху акбар тәсбихі айтылады. Рукухтан кейін қиямда тұрғанда, яғни рукух пен сәжденің арасында 10 рет Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха иллаллаху Аллаху акбар тәсбихі айтылады. Бұдан кейін сәждеге барады. Сәждеде 3 рет Субхана раббил а'ля сөзін айтып болған соң 10 рет Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха иллаллаху Аллаху акбар деп айтылады. Басын сәждеден көтеріп, екі сәжде арасындағы отырыста да 10 мәрте тәсбих айтады. Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха иллаллаху Аллаху акбар. Кейін екінші сәждеге барады. Сәждеде Субхана раббил а'ля сөзін 3 рет айтып болған соң 10 мәрте Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха иллаллаху Аллаху акбар тәсбихі айтылады. Кейін қиямға тұрып, қалған ракатты да тура бірінші ракатты оқығандай жалғастырып тәсбихтерін айтады. Видео ұнаса, каналға жазылып, қоңырау басып, лайк қоюды ұмытпаңыздар.